Ассалаумағалейкум қазақ елі, армысыздар құрметті көрермендер. Қазір мына өздеріңіз көріп тұрғандай Сұлуағар қаласының қалалық екінші сотына келіп тұр. Бұл жерде келіп тұрған себебіміз Жүсіпов Қамбардың соты болып жатыр. Қылмыстық кодекстің 313 бабымен қозғалып жатыр. Өткенде жарыссөз өткен, қалаға 2 жыл сұраған тұғын. Ол кезде біз қатыса алмадық, яғни қалада болмаған себептерімізбен. Қазір міне үкім оқылатын кез жарыссөзбен. Соған келсек, ашық сотқа судья Сағидуллаев кіргізбей жатыр. Ол видеоға түсірілді, жаңа қатысшысы да бізді кіргізбей, адам тағдырын, яғни жанашырымыз Қамбарды өзіміз қараймыз, сендерге бермейміз, өз білгеніміз істейміз деген ойда. Енді бас бостандығынан айыра ма, әлде шектеу жазасы бере ма, алдағы уақытта көреміз. Бірақ біз сот залының ішінде отырып, қазір күтіп отырып, үкімнің шыққанын хабардар боламыз, хабарын айтамыз. Бірақ судья Абдуллаев ашық сотта өрескелі заң бұзып жатыр. Сайдуллаев өрескелі заң бұзып жатыр. Өйстіп адамдарды кіргізбей, адам тағдырын жабық түрде өз қолына алып отыр. Өз қолына алып, қандай жаза қолданса да мойнымен көтерем деген ойы бар шығар деп ойлаймын. Осы қазақ елі. Жоқ, кірмейді. Қатшын шақырыңдар, біз жібересіздер ма, жібермейсіздер ме? Тұра тұрсаңшы, табыр етсеңші, шамалы дейтін. Көрейік. Қалай? Сіздер мына жерде халыққа қызмет етіп тұрғаннан кейін ауызға келгенін айтпаңдар ма? Қатысын шақыршы, Ербол ма? Ерлан шақыршы. Шақыр. Қатысуға болмайды, судья рұқсат бермегенде. Шақыр. Жоқ енді. Шақыр. Кішкентайды ғой, сосын. Жоқ. Тұрадыр. Бетші, сіз кімсіз? Приступсың ба? Приступсыз ба? Енді қараңыз. Не сот? Ашық сот па? Біз демократ елміз, е? Судьяның рұқсатымен ғана. Қалай, кім айтты? Заң бойынша. Болмаса төрағаны шақырыңдар. Сіздерге шақыртайын ба? Шақырт де, шақырт. Шамал, залға қарай аяқтырайық онда жігіттер. Жоқ, қазір. Не дейсіз? Жоқ, қалай дейсіз? Жұрттың. Ерлан, жоқ, тұра тұрыңыз. кіреміз дейді. Тұра тұрыңыз, сіз хатшысыз ба? Неге? Кім айтты? Тұра тұр. Кім айтты? Жоқ, тұра тұр, кім айтты? Хатшы, айтсаңшы. Деп сөйлеме, жаймен деп. Ұлы қазақ малайын айта анауған. Болды міне, қазір звондаймыз. Сіз кіргізбейсіз ғой, а? Кіргізбей тұр. Болды. Жігіттер, сіздерге мешайт етпейміз. Қазір қол сөз. Тыңдаушымыз қылмыс іс болып жатыр. 313 статьямен Қамбар Жүсіповке. Қазір келіп тұрып, судья Сайдуллаев ашық сотта тыңдаушыларды қатыстырмай жатыр. Жабық адамның құқы бұзылып, жанашырымызды заңсыз 2 жылға соттап жібере ма деген күдікте тұрып. Мен есім Қызылорда қаласынан Баймағамбет Мұратбай Әлиевич боламын. Алло. Осыны сіздерге фиксация болсын деп атық. Ертең күні сіздерден аламыз осы жазбалы. Жазбаша түрде жібереміз осы хабарласқанымыз туралы. Жақсы. Біз ары қарай сотқа не аламыз. Бұл да фиксация болады.